Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Мен Абдысалам Ақтілек Абзалқызы. Балауса Бөбекжай балабақшасынан кішкентай аспазшы боламын. Менің анам Меруерт Сейдуақызы. Біз бүгін анам екеуміз тоқпасар дайындайтын боламыз. Біз қазақтың ұлттық тағамдары талқан мен тары алдық. Біздің тоқпасарымызға қандай заттар қажет? Құрма, талқан, шоколад. Ендеше Ақтілек тоқпасарымызды әзірлеп бастайық. Ол үшін алдымен бізге не қажет? Құрманы шоколадқа малуымыз қажет, е? Я. Малып аламыз. Енді талқанға ойнатамыз. Қазақтың ұлттық тағамы талқанға ойнатып аламыз. Талқанның бізге беретін пайдасы мол, е, қызым? Я. Анашым, талқанның қандай пайдасы бар? Қызым, талқанның бізге беретін пайдасы сақтаю үрдісін баяулатады. Адамға күш-қуат береді. Қазақтың ұлттық тағамы талқан өте пайдалы. Анашым, құрманың қандай пайдасы бар? Қызым, құрманың бізге берер пайдасы адам ағзасына күш-қуат сыйлайды. Ал шоколадтың пайдасын мен білемін. Ол көңіл-күйді жақсартады. Қызым, шоколадтың зиянды тұстары да бар. Мөлшерінен көп пайдаланған жағдайда біздің тісіміз ауырады, я? Я. Қызым, бізде енді дәмді тоқпасарымыз дайын болды. Енді тоқпасармен ішетін тары шайымызды дайындайық. Анашым, шайды мен дайындайықшы. Жарайды, қызым, сала қой. Қайнаған ыстық суды мен құямын. Сен қажетті заттарды салып. 2 ас қасық бізде тары кетеді. Одан соң 1 ас қасық құрғақ шай салатын боламыз, е? Я. Тамаша. Енді маған бер. Қайнаған суымызды құятын боламыз. Бізде тары шайымыз дайын, тоқпасармен бірге ішетін. Ас болсын, қызым. Қызым, ендеше біздің тоқпасарымыз дайын болды. Тоқпасардың дәмін көрші. Керемет екен. Дәмді ме екен? Дәмді екен. Ас болсын, қызым. Анашым, тарының иісі күшті шығып тұр. Ас болсын, қызым. Құрметті көрермендер, біздің тоқпасарымызды дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.